Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Мұратбек Төлеген, Астана қаласы Қараөткел ауылы. Қазақстандағы саяси жағдай туралы айтайын деймін. Хилтон деген неде болды ғой енді, ресторанда, жаңа немеде? Отелде, гостиницада біріккен оппозиция күштері деген жиналды. Соған халықтар барды ғой енді, жаңа белсенділер деген. Бізден Астанадан барғандар. Енді ол туралы Күлібаевтың не істеп жатыр ғой? Проектісі. Действительно, Күлібаев анау Хилтон деген отел неге қарайды? Күлібаевтың несіне? Кәдімгі соның жекеменшігіне қарайды. Анау Қазмұнайгаз деген не бар? Мұнай. Соның несі. Соған енді барып, қажет жоқ деп ойладым да, барып сол ол біздің күресіміздің жаңа Дулат марқұм күресіп өтті ғой Назарбаев жүйесімен. Енді сол Назарбаев жүйесімен бірігу, ертең Назарбаев шақырса деймін да сендерде. Давай кел бірігіңдер, мен оппозициям десе сонда түк көрмеген адамдар сол жаққа жүгіресіңдер ма деймін да. Мен түсінбеймін. Қазақ елі, кішкене қашан адам боламыз. Ар намыс қайда? Сол дұрыс нәрсе болмады. Сосын мен бүгін Фейсбукқа неге жазып шығарып қойыпты. Мұхтар Әблязов сөйлеп жатыр екен, соның Мұхтар Әблязов уақытша үкіметті министрлерін сайлап жатырмыз деп, соған мені жаңа халықты мал деп айтты деп дегенді келтіріп, енді Мұхтар Әблязовты көрсетіп отыр да, Мұхтар Әблязовтың адамдардың түрін қара деп. Мен ол кезде халықты мал деп айтқан жоқпын, мен халықты, кәдімгі қазақ халқы дегенде, мен қазақ халқының өзі, нұр депутаттар бар ғой, түк істемей жүрген. Жаңа халықты алдап, халық жақсы көремін деп өтірік алдап жүрген. Оларға қарағанда мен шындықты айтам, мен өз халқымды жақсы көремін шынымен, өз халқымды, қазақ халқын тағы айтайын, мен өз белсенділерді, жаңағы көз ашық, көкірегі ояу кісілерді жақсы көремін. Мен анау жаңа Нұрбот, Қараңғы, жаңағы Назарбаевты жағымпаздарын, олар да қазақтар ғой. Оларды мен соларға қаратылып айтылған нәрсе ол. Оянбай халқын қинап жатқанда, өлтіріп жатқанда, қудалап жатқанда, Қытайларда қазақтардың бірау сөз айтылмаған қазақтар, сондай той тойлап жүрген қазақтарға арнап айтылған сөз ол. Енді сол Нұрботтардың КМБ-ның Астана без масок дейді ма, жаңағы Суши болото, враги народа деген сияқты сайттар бар ғой. Сонда соларға айтайын да, или тағы басқа, жаңа сендер қандай сайт болсаңдар да бар ғой, Назарбаев неге айтпайсыңдар? Назарбаевтың өз өгей қызы Дариғамен, жаңағы өз Дариғасының өз өгей қызымен жаңағы хайуандық тірлік жасап, өз өгей қызына жаңағы Айсұлтан өмірге келді, оның өзін өлтірді. Сол туралы неге айтпайсыңдар? Сол семей ауылындағы жаңағы, егер соншама шындық айтқыш болсаңдар, соны айтыңдар. Жаңағы белсенділерді жамандамай, белсенділерді неше түрлі сайттар шығарып, жаңағы күлдірі мазақ қылып сөйтіп жатсыңдар. Сендер сол Нұрботтарға айтарым, сендер тыңдап отырсыңдар ма? Сендер мынау полиция, КМБ нелер бәрің мынау қылмысты жүйе екенін біліп отырсыңдар. Сен қылмыскерлерді жақтап отырсыңдар. Бүкіл бюджетниктер бәрің, сендер сол қылмыстың бір мүшесісіңдер бәрің. Мен сендерге соны айтамын. Өйткені бәрін біліп отырсыңдар, осы қылмыскер билік екен. Соны біліп тұрып, соларға қызмет жасап отырсыңдар, соған көмектесіп отырсыңдар. Осы билікке қарсы шыққандарды қамауға, ал өздері Қытай қазақтарын жаңа қудалап өлтіріп жатқанда, саяси тұтқындар қамап жатқанына, жаңа жер сатылып, Қытай заводынан келіп жатыр дегенге, онда бір ауыз сөз айтпайсыңдар. Ал белсенділерге жамандаған кезде, жаңағыдай, онда алдарыңа жан салмайсыңдар. Мен сен сияқты халыққа сондай сатқын Нұрботтарға айтылған сөз ол, малсыңдар деп, сендерге айтқан. Соны мен өмірі шығармап еді эфирге, бірінші рет шығуым, сондай мен Нұрботта бірінші рет шығарып қойыпты. Енді Қазақстанда жағдайды көріп отырса ғой, анжола бір арқалықта түрмедегі бір
Әзербайжан ба бір ұлттың өкілінің баласы жігітін қинап, бүкіл денесін тіліп тастаған, ішін, арқасын, жаңағы тамағын тіліп тастаған, иә. Соны Қазақстандағы жағдай ғой, мысалы, соны айтып көрсетіп, айтып, правозащитниктер нелер қайда, жаңағы биліктің адамдары, прокурор нелер қайдасыңдар, сондай неге бастық жасап отса, ол кәдімгі Қазақстандағы түрменің жағдайы сондай ғой, Қазақстандағы не только түрменің, осы Қазақстанда өмірдің жағдайы сондай. Енді ешкімге шақ деп жалынбаймыз, өзі халық өзі шықса шығады, өйткені ол шық дегенге шықпайды, біз жалынып нетіп отқан жоқ бұл, біздің өз қара басымыз үшін деп. Қазақстанға демократия болсын деп, соған халықтар шығып жатыр. Бізде жаңа Атырауда Шолпан деген қандастан видеосын шамалы көрдім. Камила Шоқанова деген Алматыда шықты, жаңа бір қыз бала. Оған да барып, кісілер барыпты екен, жаңағы кісілер қолдап. Сол кісілер міне әйтеуір ұстаған жоқ дейді. Сол кісі сияқты шығыңдар, халықты айтемін да, тыңдап отқан халықтар бәрін. Жаңа қыз балалардан кемсінер ма? Анау Ұлболсын деген қыз баланы жаңа Шолпан қандастың қасында жүрген. Оны да бәлен күн жауып тастап, мысалға 20 күн ба, соны сол шықты. Сонда қазақтар, еркектер қайдасыңдар, қыз балалар қорықпай шығып жатыр ғой. Енді санкция салады деп айтты, естіп жатсыздар ғой. Сұрақтарың болса қойыңдар. Санкция салады, Қазақстан, жаңа Қазақстанның белсенділерінің арқасында әйтеуір түрмеге жабылған ДВК көшенің көпшілігі соны қолдағандар ғой, жауып тастаған. Билік соларды көпшілігі солдай, сол сөйтіп айтып қалғандарды да сөйткендерін жауып тастады түгіл. Соны санкция салынса, ертең содан кейін көреді. Ертең российский рубль құлайды. Егер бұйыртса, Назарбаевтың счеттарына салса, мысалға, сонда өзі болады. Халықтан уже экономический не болады, қысым болады, сосын барып ояна бастайды шығар деп өзім ойлаймын, жағдайлар қиындаған сайын. Сол, бүкіл шыдап отыра береді дегенде, енді шыдап отырмай шығар деп өзім ойлаймын. Енді мен санкция жағдайлар қиыналса, қарапайым халық шығат шығар деп, жаңа ояна шығар деп өзім ойлаймын. Енді қазір 21-ші ғасыр ғой. 21-ші ғасыр, интернет бар, не бар, қарап отыр бәрі. Мынау енді жаңа жақсы жаңалық не ғой? Жақсы жаңалық. Сәлемет өкіл бара шапай. Жақсы жаңалық, санкция салынады деп естісіңіздер ғой. Санкция салуға бәленбай мың қағаз құжат тапсырылды ақш-тың Госдепартаментіне. Назарбаев ұры жүйесіне, Назарбаевтың өзіне. Сол енді апрель-майға қарай шен деп отыр ғой, енді бұйыртса бірінші санкция болса екен Қазақстанда, сосын Россияға болса да болмасын санкция салады, өйткені Байден Путинге убийцасын деп айтты ғой. Енді мен эфирімді айтып жатырмын, мен тікілей эфирлерін өшіріп тастап жатыр, неге екенін білмеймін. Мынау нұрботтар жалбы жасап жатыр ғой, ана жалбы жасай берсе, оказывается, нетеді екен. Бұның ондай жоқ тұғын. Дәурен Сұлтанғазы, Бұлабек сен елімде жылдап жүрген азаматсың дейді. Рахмет. Енді осы бауырлардың түрмеден отырған артық емес, Дулат Бақым бауырымызды өлтіріп тастады. Содан жанымыз артық па? Баласына Жанболатқа шейін қаншер билік өлтіріп тастады. Соған халықтар оянбай шықпай жатыр ғой. Сол оянбай той тойлап жүрген Қытайдағы қазақтарды өлтіріп, консулдарды қинап жатқанда, жерін сатып жатқанда, Қытайлар әкеліп жатқанда оянбай жүрген, сол қараңғы, өз Қарабастан ойлап жүрген халыққа айтқаным ғой мен, малсыңдар. Ол сөзімнен қайтпаймын мен. Сендер жаңағы нұрботтар, сендер тағы да қайтып аламын. Мен сендер шынымен не? Қорқақ, сорлы, өзімшіл, жаңа Қарабастанды ойлаған бейшара малсыңдар, шыны керек. Ал мен өз қарапайым, өзім қазақ халқына, белсенділерге олай айтпаймын. Мен қазақ халқын, өз халқымды жақсы көремін. Біздің батыр халқымыздың ұрпақтарын, кәдімгі шын елім жерім деген кісілерді, соларды жақсы көремін. Соларды құрметтеймін, сыйлаймын. Сол сөзімді тұрамын мен қашанда. Ал сендерге жаңағыдай
баяғы 32-37 жылы өзіміз қазақтар ғой сол атқан, солардың тұқымдары шығар мысалы. Мына собырлар, полиция, КМБлар әлі күнге шейін аңдып жүр екен. Кеше бүгін осы үйдің алдында мен қалада болғам, Моншада болдым, қалада болдым короче. Сонда үйдің алдында жүр дейді, анау полициялар. Жағында жүр дейді, мына жағында. Білмеймін неге жүрген, қайта-қайта жүріп, тоқтап, сөйтіп. Сонда қазір митинг уақыт емес, неге солай жүргенін түсінбедім мен. Соны айтып айтайын, мен айтқан бәрі шындық. Бүгін неге үйдің қасына айналып шықтағандарын олардың. Солай үйдің қасына минуттар аңдып батыр, минуттар жүріпті деп естідім. Соны балаларға айтқам жігіттерге. Осылай үйдің алдында жүр екен минуттар. Сол. Сел енді қазақ халқына дейін ба, белсенділерге айтатын, олар любой постпен, перепостпен, жаңа бір сөзбен, эфирмен қамай салады. Сосын митингке шыққан халықты сондай қамай салады. Қазір тиіспей атады екен что-то. Бүгінде шыққандар тиіспепті. 90% енді 90% митингке шыққандар сол кәдімгі шын қарсы шыққандар, мамайлар емес, жаңа шынымен қарсы шығып елім жерім деген Назарбаевтың жүйесін өзгертуге арналған кісілер бар ғой, сол кісілерді қамайды. Сондай шын шығып атқандар қазір соларға 90% сондай вариант мүмкіндік не бар. Ал 10% сондай осы Facebook әлеуметтік желі арқылы қылмыстық іс қозғауы мүмкін. Просто мен айтайын деген, шықсаң да, осы эфирге шықсаң да, или алаң шықсаң да, өздері білет бұл, қамақсы кісі қамайды, қамақсы кісі қамамайды. Осылай жүре берсең, ертең мен алдында да айттым ғой. Сондықтан қазақ халыққа ойлап шыға беріңдер, жаңағыдай эфирлерді айта беріңдер, челлендж жүре беріңдер, Қытайдың экспансиясы келмесін деп. Оны күтіп атпаңдар, ол сендер шықпай, олар бір ғана неге ғана нету, өздерінің план бойынша ма, сондай бір нәрсе ғой оларда. Сондай, ол ана айтады ғой, 40 жыл соғыс болса да ажалсыз өлмейді дей ме, сондай. Ол солай болып тұр ғой. Сондықтан білмейміз ғой қалда өмірімізде қандай болатынын. Сол бауырлар айтайын деген. Енді жақсы жаңалықтар болып жатыр ғой, енді санкция болса, сондай өмірі болмаған Қазақстанның жаңа билігіне Назарбаевтың шіріген жүйесіне салса, жақсы болады. Енді амандық па, сол мені эфирге жаңағыда жаман қылып салып шығарып қойыпты, ол туралы эфирімді айтарым, жазып қоярым. Мен айтайын деген сол өзім қазақ халқымды құрметтеймін, ата бабамнан мен өз қазақ халқымнан асып баратқан ештеңем жоқ. Сол қазақтың бірі менмін. Қазақ халқы мал болса мен де малмын мысалға. Бәрімізге тиетін нәрсе ол. Просто мен жаңағыдай ашумен айтқан нәрсем ғой, онда анау полиция интернет нетпей қалып, Макс Бакаевтың несен шыққанда барам дегенде бізді жібермей тастады ғой. Кейбіреулер баратындар барды, бізді жібермей тастады, мысалы барамыз деген. Сонда апарып, ан жақта барып, қаланың сыртына апарып айттым ғой, ан жақтан қысым көрсетіп мен жаңағы ұрып соққанда жаңағы Назарбаевтың жендеттері аяғымнан көтеріп жерге тастап, жаңа полдарына тастап. Сонда мен анау гражданский адамдар болған, солар көріп тұрып үндемегенде ашуланғаным ғой. Сосын мына эфирде мен тікелей менттар фашистер аңдып жатыр деп екінші рет далаға шығып, аяғымда жаңағыдай рабочий аяқ киіммен шығып шыққан кезде сразу не жағынан машинаға қап салып алып кеткенді көріп тұрып, бір күн ұстаған кезде ешкім іздемеді деген сияқты мағынада ғой айтқан. Сосын жаңағы халықтары ештеңе ойланбайды деген сияқты. Ол мен өз өмірімде өзім өліп қалайын, қара басымда ойлағанда емес, мен жалпы бір-біріңді іздеңдер, халықтар сондай қатыгез жаңағыдай өздеріңе ондай болмаңдар, жаңағы бір-бірімізді ойлайық, қазақта ұйымшылдығы мықты болсын деген мағынада айтқаным ғой. Қазақ халқы ертең жерімізді, елімізді сақтау керекпіз. Мына Қытайлар жаңағыдай Ресей мемлекеті сол жаңағыдай білесіздер ғой, сонда солардан қысым бір болса енді жаңағыдай ондай болмайды да, ол мынау Путин мен Назарбаевтың әдейі істегендері ғой, жаңағы некенттер өзімнің ойымша. Сонда мысалы біз қазақ бірлігімізді көрсету керекпіз, біздің жерімізді жаңа сақтауға.
қарапайым халықтар деймін да. Енді ол жұмыс әскердің жаңа шекара қызметінің соның жұмыстары ғой негізі. Шекараны күзету, сол айлықтарын нелерін алып отыр. Ал жалпы халыққа айтамын да. Сол бірліктеріміз болу үшін бәріміз отанымыз ғой, сатқын болсын, сатқын бәрі қандай халық болса да қазақтардың бәріміздің отанымыз. Ал мынау жүйенің шынымен кішіреген қылмысты жүйе екенін рас қой енді. Мыналардың бәрі ұрылар, қазақтың елін тонап, бүкіл байлықтың бәрін жеп, бәрі миллиардер, қазақтың жаңағы халқының қанап, өлтіріп, соның обслуживать етіп тұрған полиция, бұл жекеменшік полициялары, КМБ-лары, прокуратура, бізде ешқандай сот, ешқандай не жоқ, әділдік жоқ, бәрі сол билікке қызмет ететін жалшылары ғой, солардың құлдары, мынау бюджетниктер бәрі сол сондайларға арнап айтылған нәрсе ғой. Мен жаңағы мал өзімнің ол ешқашан айтпаймын ондай. Жаңа нұрботтарға ешқандай жаңа ойламаған, өздерінің ойлаған, өздерінің қарабастарының кредитім, үйім, бала шағам деп өзінің несін ойлағандарға айтқан ғой. Ертең Қытайлар неге келсе, сенің үйіңде ештеңе болмайды, балаларың болмайды. Соның жалшысы болып, соларды жалап жүреді. Болды, экспансия, уже Қытай экспансиясы болса, Қытайдың заводтарында жүргенде. Эфирімді аяқтайын енді осымен. Жаңа мен туралы видео шығарып қойыпты бірінші рет. Сол туралы пост жазып қоярым. Бәрі мына менің видеомды өшіріп тастайды бәрі өшіріп тастайды. Бір айдан кейін ба, 15 күннен кейін, 10 кейін запланированное удаление деп келіп тұрады, өшіріп тастайды. Или видеоларға түсіріп, просто видеоға түсіріп, содан кейін барып қоймасам, мүмкін сөйтіп бәрі прямой эфирлерді өшіріп жатыр. Қазақ халқы сол 27-сінде жаңа бейбіт Мамайдікі деп жатыр ғой енді. Мамайдың есі шығарылған. Оған красный зона болса да ұқсат беріп, сол Мамайдың митингісіне деп келіңдер деп жатыр ғой енді. Сол Мамай қарамау керек, жаңағы айтып жатыр ғой. Мұқтарды айтып жатыр халықтар, шығыңдар әдетіндер деп, ояныңдар деген сияқты. Соған бей-жай қарамайық, бірлікте болайық, бәріміз ұйымдаса берейік. Қазақ елі. Енді келесі жолы анадай ел тірегі дегендерге кішкене ойланыңдар енді, бауырлар. Біз өзімізде мен албастан өзіме айтқан, мен бармаймын ондай жерге деп. Ондай жерге мен бармаймын да. Ондайға кішкене дулаттың армағынан несіне сыйлаңдар, құрметтеңдер. Өз жаңағы КМБ-мен билікпен қалай бірігесіңдер? Ол билікпен өзің ойландырсай. Қандай жерден ақылды болсаңдар да. Ол биліктің жасаған проектісі келтін андай үлкен ательде жасамайды. Сол оппозициям деп, сонда біреу бір нәрсе берсе, жаңа бір Серікжан Біләш ағамыз айтпақшы, бір банан берсе жүгіріп, бір кәмпит берсе жүгіретін адам сияқты болып тұрсыңдар ғой. Бір нәрсе береміз деген сияқты болып еді. Барып жүгіріп кеттіңдер. Барып сол жерге барып отырып, енді ойлаңдар кішкене, ол жай-жай. Проект қошы Қазақстанға резолюция салмасын, санкция салмасын, бәрі бірігіп жатыр деген сияқты. Сондай айтты. Мұхтар дұрыс еді. Мұхтар айтты, мен ондай қатыспаймын деді. Мен сендердің шақыруларыңды. Енді Мұхтар соған қатысқанда шетелге жіберетін еді. Міне фотоға түсіріп алып, видеоларын қойып алып, міне қараңдар сендердің оппозиция қалай керемет, бізде Қазақстанда демократия бар. Бәрі экстремист. Жаңа Мұхтарды, Әлтаев деген Мұхтарды шақырып жатыр, Мұхтар ол, конечно, шақырады, ол бәрін айтады, оған ештеңе болмайды, өйткені ол биліктің несі, бәрінің проектісі. Күлібаевтың замы болған адам дейді, Күлібаевтың замы болған, Атамекенде істеген, жаңа министр болған. Күлібаев деген Назарбаевтың күйеу баласы, ол білесіздер ғой бәрін. Бәрі ойластық қойған нәрсе, сол көзбегі көрініп тұрған нәрсені, соған барып арларын сатпаңдар, бауырлар. Жақсы, ал жақсы бауырлар. Бір нәрсеге бола жүгіріп кетпеңдер. Енді өздерің білесіңдер, ешкім запрет болмайды, мен ондай жерге бармаймын. Иә, сол, ал қазақ елі шал болыңыздар. База сними,